Армысыздар, құрметті тыңдармандар, арнамаға қош келдіңіздер. Бүгінгі әңгімені бастамас бұрын сіздерге мынандай сұрақ қойғым келіп отыр. Дұғаның күшіне сенесіздер ме? Кішкентай кезінен бастап осы күнге дейін алдымызда қандай қиыншылықтар болса да, ата-әжелеріміздің, аналарымыздың айтатын сөзі дұғада болайық деген сөз бар. Осы дұғаның күшіне сенсеңіздер, пікір қалдыра кетсеңіздер, өз ойларыңызбен бөліссеңіздер. Ал әңгімемізді бастайық. Бүгін таңертеңгі ұйқымнан немеремнің әже, шай ішейік деген сөз оятып жіберді. Бүгінде ол 2 ұл, 1 қыздың анасы, 9 немеренің әжесімін. Құдай көпсінбесін. Бірақ бұл күнде балаларымның, немерелерімнің алдында аман отыруым Алладан сұраған дұғамның арқасы шығар. Дұғамның күші шығар. Өмірімнің өткеніне қайта оралайын. Біз отбасымызда 4 ағайындымыз. Үйдің үлкені мен, менің соңымнан ерген 2 інім және үйдің ерке кенже қызы сіңілім бар. Шешем ертеректе сіңілім 7 айлық кезінде ауырып қайтыс болды. Ол кезде менің өзім 1-ші сыныпқа енді қадам басып жатқан кезім. Анамның дүниеден өткені әкеме қатты соққы болды. 4 баламен жалғыз басты әке атанды да қалды. Әкем өзіміздің ауылдағы сыйлы, беделді дәрігер еді. Әкем анамның 1 жылдық садақасына дейін қу басы шүкшейіп жалғыз жүрді. Оның үстіне бізде әлі кішкентаймыз, еңбекке жарамайтын шығарымыз әйтеуір. Әкем таң атысымен жұмысқа кететін. Жанымыздағы көрші Қарлығаш апаға бізді табыстап кететін. Қарлығаш апа Құдай деп жүретін кісі еді. Үйінде үлкен қарт ата болатын. Өзінің кішкентай балалары бар. Бәрінің жағдайын жасап, үйге келіп біздің қарнымызды тойдырып, мені сабаққа жіберетін. 7 айлық сіңілімді бауырына басып қамқор болды. Бірақ ол кісі де бір үйдің түтінін түтетіп отырған әйел болғандықтан, үнемі бізге көмек қолын соза алмайтынын түсінген әкем, өзі секілді 2 баласы бар жесір әйелге үйленді. Үйдің берекесін кіргізетін әйел деген расау. Өгей шешеміз келіп, киімдеріміз жаңарып, қарнымызды тойдырып, бір рахатқа батырған бізді. Әкемнің 4 баласы, шешенің өзімен келген 2 баласы. Сонымен үйде 6 бала, асыр-гүсір алысып ойнайтынбыз. Мен өзім кішкентай болғандықтан шығар, бастапқыда анамды ойлап қиналғанымен, уақыт өте келе бәрі ұмытыла бастады. Әлде қарнымның тоқтығы, киімнің бүтін болғана мәз болып жүре берсем де білмеймін. Бірақ 7 айлық сіңілім іңкәрдің қиналғанын көргенде өзімде қосылып жылап алатынмын. Анамның жоқтығын сезетіндей, кейде тіпті бәріміз жабылып жүріп, жұбата алмай қаламыз. Оның үстіне өгей шешемнің де іңкәрмен қатарлас ер баласы бар. Балаға мейірім төгетін әйел ғой. Өз балаң тұрғанда өзгенің баласына қалай мейірленесің бірақ. Әкем де ондай балажан кісі емес. Әйтеуір іңкәр менің етегіме жармасып сүйретіліп өсті. Араға 3 жыл салып, өгей шешемнің аяғы ауыр екенін білдік. Өгей шешемнің жүктілігі ауыр өтті. Оның әсері бізге де тимей қоймады. Үй шаруасына жарамай, мінезі құбылмалы болып кетті. Бұл кезде менің ес біліп қалған шағым, 5-ші сыныпқа барып жүрген уақытым болу керек. Әкемді жұмысқа шығарып салып, шеше ішке кіріп, ұйықтап жатқан мені жұлқылап оятып жіберді. Ештеңе түсінбей мең-зең болып отырғанда шеше тұрып, маған бір мезгіл көмектессеңші? Жата бермей. Жатудан жалықпайды екенсің өзің. Осы күнге дейін беттеріңе қарап отырдық. Жетер енді, бой жеткен қызсың деп. Шелектерді салдыр-гүлдір етіп, гүбір бірдеңкелер айтып жүр. Иә, қазір деп, орнымнан тұрып, үй шаруасына кірісіп кеттім. Бірер уақыттан соң мені қасына шақырып алып, Самал, кел бері. Самал, енді сен бой жеттің. Үйдің шаруасына араласа бер. Шешенің қашан тамағы дайын болады екен деп күтіп отырма. Артыңнан ерген бауырларының үсті басына қара. Қалай жүр, не істеп жүр? Үйдің үлкені сенсің деп біраз ақылын айтты.
Бірақ уақыт өте келе шешенің қарғыс сөздерін ести бастадым. Оған себеп балаларды ертеңгі балабақшаға дайындау қажет деп, екі кенже сіңілім мен інімді суға түсіру керектігінен басталған еді. Кеш қарайып батып жатқан уақыт, екі бауырымды суға түсіріп, енді судан шығарып жатырған кезім, сіңілім іңкәрді шығарып, шешемнің баласын шығарып жатырған сол еді. Қолымнан бала тайып кетті ма, әлде күшім жетпей қалды ма, әйтеуір шешемнің кенже баласын құлатып алдым. Інімнің жанынан қатты батқан болу керек, тоқтамай жылай берді. Қасында әрі шапқылап, бері шапқылап, жұбатылмай әлек болдым. Кешкі тамақтан орнын жинап жүрген шешем үйден атып шықты. Сен қыздың десің дұрыс па? Әдейті істейтінін қарашы мұның. Мені жұмсамасын деп енді баланы құлатуға қарадың ба? Ту, қарашы мынаны. Көзінің айналасы көгеріп кетіпті. Ей, көктемегір, сен де менің күнімді кешкейсің деп, інімді ішке алып кетті. Мен сыртта іңкәрді құшақтап отырып жылағаным бар. Сонда шешемнің қарғыс айтқандай емес, балаға күшімнің жетпегеніне құлатып алғаным үшін өзімді кінәлі сезіндім. Ол шақтарда балалығымның әсерінен қарғыстың не екенін білмейтінмін. Уақыт тоқтаусыз өтіп жатты. Бірде қуаныш, бірде қайғыны қатар алып жүріп, өгей шешемнің де өмірге сәби әкелетін уақыты да жетіпті. Міне бүгін өгей шешем балаларды маған аманаттап, өзі босануға ауруханаға кетіп бара жатыр. Әкемнің ешкіммен шаруасы жоқ кісі еді. Киімі бүтін, қарны тоқ болса болды. Шешемнің ауруханаға кеткен уақыттары мен сабақты мүлдем ұмыттым. Балалардың біреуі мектепке кетіп жатса, екіншісі келіп жатты. Оларды түскі асы, кешкі асы бәрі менің мойнымда. 5 баланың бабын табу қиын екен, бұрын байқамаппын. Кешкі асқа балалардың тамаққа келуін күтіп отырғанбыз әкем екеуміз. Ашулы дауыспен сөз бастады. Бүгін сынып жетекшіңді көрдім. Сабақ үлгерімің төмендеп, тіпті сабақ уақытында ұйықтап отырады екенсің. Мен сені оқуға қалаға жіберемін. Сенен білікті маман дайындаймын деп жүрсем, сен үшін бірінші маңызды нәрсе білім болу керек деп дүрсе қоя берді. Әкемнің қаталдығы сонша қарсы сөйлеуге бата алмайтынбыз. Дәл қазіргі уақытта білім алу туралы ойлағаным да келмейді. Үйдің шаруасы, оның үстіне шешемде бір қыңыр мінезі бар. Әлде маған аналық махаббаттың жетіспегеннен бе? Әйтеуір қазіргі өміріме көңілім толмайтын. Іштей ойланып, енді әкеме шай ұсынғалы отырған сол еді. Іштегі ойнап жүрген балалар үйден айғайлап атып шықты. Самал тәте, Арслан үстіне шәйнектегі суды құлатып алды деп, бәрі бірден айғайлап шықты. Арслан өгей шешемнің үлкен ұлы. Шошып кеткенім сонша, қолымдағы кесені ұстай алмай қалдым. Әкем екеуміз орнымыздан ұшып тұрып үйге қарай ұмтылдық. Әкем жағаласып жүріп маған ұрысып жүр. Адам қайнаған шәйнекті осы жерге қоя ма? Үйде кішкентай балалардың барын білесің ғой. Не енді мынау деп, біразға дейін ашуланып ұрысып жүрді. Әкем дәрігер болған соң үйдегі бар нәрселермен ем-шара жасады. Бірақ Арслан жылап қоймаған соң жедел жәрдем шақыруға тура келді. Үйімізде ауылдың шеті болған соң олар да келіп болмады. Дәрігерлер қарап, денесіндегі арқа, аяқ тұстары күйген және уақытша қойдыратын дәрі-дәрмектерін салып кетті. Арсланның жылағанына емес, ертең ауруханада шешем келсе бір жамандықтың боларын қорқып тұрмын. Іштей, неге осы шешенің балалары ғана деп өзімді жегідей жеп тұрмын. Арсланның күйген іздері біраз уақытқа дейін кете қоймады. Көп ұзамай шеше де ауруханадан шығаруға келіп қалдық. Менің сол бір уайымым шешемнің Арсланның күйген денесін көргендегі әрекет қалай болатыны. Бала өзіміздікі емес, өзгенікі болғанда болып тұр. Мүмкін өз анам болғанда жағдай басқаша болар ма еді деп ойланып келемін. Не болса да бақытымнан көрермін деп өз-өзіме сөйлесіп қоямын. Әкем екеуміз шешемді құттықтап, ауруханадан шығарып алдық. Нәресте өзімізден аумай қалған кішкентай сәбиді көріп мәзбін.
Арсланның жағдайы есімнен шығып кетті. Шешемнің балалар қайда? Сабаққа барып жатыр ма? Үйді бастарына көтеріп жүрген шығар. Айтқаныңды тыңдай ма өздері дегенде, Арслан есіне түсіп кеткені. Енді құрған жерім осы-ау деп болған жағдайда айтқалы жатқаны сол еді әкем. Балалар аман есен, үйге барып көресің ғой өзің деп ашып ештеңе айтпады. Ананы, мынаны сөз етіп үйге де жетіп келдік. Үйде балалар мәре-сәре болып шешемізді күтіп алды. Балалы үйдің ұрлығы жатпас деген сөз бар емес пе? Балалар сәбиді көрді де, жамырап жарыса, Арслан күйіп қалғанын айтып жатыр. Шеше маған сұрлана қарап, әкемнің қабағынан асып ештеңе айта алмады. Іштей бүгінгі айғайдан құтылғаныма мәз болып тұрмын. Балалығымның әсері ғой. Шешем таң ата әкемді жіберіп, таңғы айғайына қайта басты. Неге екен белгісіз. Шешемнің жыны тек мен ғана. Іштей соғанда шүкір етемін. Бауырларыма сөйлемесе болды деймін тек. Сен қыз тұр, жина мына үйді. Мен кетті екен деп титтей баланы күйдіріп, жаның рақат тапты ма? Маған күшің жетпейтінін біліп, кішкентай баламен алсайын дедің ба? Мен сіздің балаңызды күйдірген жоқпын. Өзі ойнап жүріп, сені не үшін сабақтан рұқсат сұрап алып қалдым? Үйде телефонға телмірісіп жатқансың деп ойлаймын. Балалар бас көз болсын деп осыларға сені қалдырып кеткен жоқпын ба? Бір үйдің шаруасын айналдыра алмайсың, отырсың. Білмеймін. Бір отбасыға келін болсам, сол отбасың сор болып отырасың әлі. Мен секілді көзіңнен жасың сорғалап бақытсыз болып отырмас екенсің осы. Әкең де үйдің маңына жолатпай көрер едім күйіңді сол кезде деп ашуланып үйге кіріп кетті. Жаныма батты. Күздің уақыты болу керек. Жанымның қиналғаны сонша. Көзімнен аққан жастың салқындығын, аяғымнан өткен ызғарды тіпті сезіп те отырғаным жоқ. Уақыт тоқтаусыз өтіп жатты. Анамның дүниеден өткеніне де біраз жыл болыпты. Басымдағы қиындықтың әсерінен, әлде уақыттың емшісінен болар анамның бет бейнесін, күлкісін, жүрісін естен шығарыппын. Мектеппен қоштасар сәтте таяқ қалғандықтан, әкем анамның басына барып келеміз деп балалармен анамызға келдік. Сағыныппын. Үнсіз ғана ұзақ суретіне телміре қарап тұрмын. Ішімде бір өкініш сезім бардай. Сондағысы сен бізді тастамағаныңда, бізді бақылап тұр ма екенсің? Менің жаным қиналғанын сезер ме екенсің? Әкемді қалай өзгеге қиып кете салдың деген миды улайтын сұрақтармен өзімді алдап тұрмын. Әкемді көзімнің қиығымен бақылап қоямын. Әкем анамды сағынады ма екен? Әлде өткен ұмытты ма екен? Қазір қандай күйде тұр екен? Әкем де үнсіз. Бірер уақыттан әкем қолын жайып, білетін аят сүрелерін оқып, анамның тыныш жатуын Алладан тілеп, бәріміз тіртектесіп артымызға қарай үйге жөнелдік. Жол болу ойланып, үйге қалай жеткеніміз арманмын. Әдеттегідей шешем түскі астың жасалуына мені күтіп отыр екен. Бұрындары әкемнен жасқанатын шешем қазір ерсініпті. Сол айтатыны, қызым бой жетті, қазірден тәрбиесіне көңіл бөлейік деп, әкемді де айтқанынан шығармайтын халге жеткен. Түскі асты дайындап, балаларыммен әке шешемді түскі асқа шақырдым. Бәріміз жиналып, ас ішіп отырған сәтте әкем: ал, Самал, енді бірер айдан мектепті де аяқталып отырсың. Енді саған тек сәттілік, жоғарғы оқу орнына түсуге бар күшіңді сал. Бүгін саған кішкене сыйлық алып едім. Міне, ала ғой деп қолыма ұялы телефон ұстатты. Қуаныштан көзімнен жастың қалай шыққанын байқамай қалдым. Әкемнің бұл қылығы шешеме ұнай қоймады. Шешем дастархан басында әкеме бұл жасағаны дұрыс емес екенін айтып үлгерді. Алып беретін болсаң, бәріне тең алып бер. Сенің осындай қылығың ұнамайды. Менің балаларымды адам қатарына қоспайсың, деп әкеммен ренжісіп қалды. Ал әкем келесіде алып беремін деп ағынан жарылды. Ал бұл ұялы телефонның әсері менің өмірімді, алға қойған армандарымды,
мақсаттарымды түбегейлі өзгертіп жіберді. Әкем ұялы телефон әпергелі бері сабақ үлгерімім төмендеп кетті. Оның үстіне үй шаруасында тыйып қашып жасайтын шығардым. Бұл жүрісім шешемнің ашуын тудыратын. Кешке әкемнің келгенін күтіп, әкеме менің үстімнен арыз шағымдарын дайындап қоятын шығарды. Шынайы өміріме қарағанда, әлеуметтік желіде бақыттырақ сияқтымын. Өйткені жаңа орта, жаңа достар таптым. Жаныма жақын деген адамды кезіктірдім. Өмірімде болып жатырған оқиғаларды тек анамның дүниеден өткенімен ғана байланыстыратын. Ана жылуын көрмеген соң, жылулықты, махаббатты сырттан іздеп кеттім. Әкем ұялы телефон алып берген соң, араға көп уақыт салмай, әлеуметтік желіде Рахым атты жігітпен таныстым. Өзі менен 6 жасқа үлкендігі бар. Мүмкін жасының әсерінен сол жігіт арқылы жылулықты, қамқорлықты, ерліктің не екенін түсіндім. Бірер ай ұялы телефонмен сөйлесіп, менімен кездескісі келетінін айтты. Мен де өзімнің таңдаған адамның қандай жан екенін білгім келді. Екеуміздің келісімізбен ол жігіт біздің ауылға келетін болды. Рахым гүл шоқтарымен үйге жақын жердегі паркте күтіп отыр екен. Мендегі қобалжу мен қорқу қатар тұрып, бойым алай-дүлей болды да қалды. Аяқ қолым дірілдеп, Рахымның жанына бардым. Рахым екенін біліп тұрсам да алғашқы сұрағым: сіз Рахымсыз ба? Иә. Рахмет, не деген әдемі гүлдер? Сіздің әдемілігіңізге жетпейді екен деп ыржиып қоя берді. Паркты аралап жүріп уақыттың қалай өткенін байқамай қалыппын. Кеш қарайып бара жатыр. Рахымнан бұдан артық уақыт жүре алмайтынымды түсіндіріп, үйге қайтатынымды айттым. Рахым үйге дейін жеткізіп салуға ниет білдірді. Бірақ мінезі шатақ шешемнен қорықтым. Жаман хабардың тез тарайтыны бар емес пе? Менің бүгінгі қылығым өзгелердің әңгімесін өзімнен бұрын жетіп алды үйге. Үйге келсем, шешем бозарып отыр. Есікке кіргеннен: иә, келдің паркты аралап. Әкең оқысын, білсін, үйренсін деп ұялы телефон алып беріп жүр. Ол телефонмен білім емес, бай іздеп жүрмін де. Отырарсың сен де байға тиіп алып, көзіңнен сорың ағып. Қашанғы шалқып жүремін дейсің? Шешемнің сөздері жанымды жегідей жейтін. Бұл қорлықтан оңай құтылудың шешімі тұрмыс құрып кету деп ойладым. Бой жете бастаған кездерімде түзу жолға салып, жол сілтеп жіберер жаныма жақын адамның болмағаннан ба, әлде шынымен қамқорлыққа, жылулыққа мұқтаж болғаннан ба, әйтеуір жаныма жылулық сездіре алатын адам болса, құшағына жығылып кетердей болдым. Соның бірі бөлегі Рахым. Мүмкін менің маңдайыма жазылған шығар. Шешем де бұл жүріс тұрмысыма қатты мән беріп, мені тергеп, тексере қойған жоқ. Шешеме үйінің шаруасын тындырып, шай пайын алдына әкеліп отырсам болғаны. Арасында қатын деген сөзімен басталып, қарғысымен аяқталатын сөздер болмаса. Рахыммен танысқалы бері әкемнің үйінде өзімді бөтен адамдай сезіне бастадым. Мүмкін Рахыммен қосылдың амалы. Ішімдегі су сепсе де басылмайтын ойымды Рахымда оқып қойғандай. Кешкі уақытта кездесу кезінде: Самал, жақында мектепті аяқтайсың. Әкең білімді, оқыған, тоқыған адам. Сені жай ғана ауылда қалдырмайтын айтпаса да түсінікті деп ойлаймын. Мен сені басқа қалаға жіберуге, жаңа ортаға кетуіңе, өзіңді өзгелерге жіберуге қимаймын. Иә, оқып білім алу керек. Бұйырса Алматы қаласына кетуді жоспарлап отырмын. Бірақ мен де сені қимаймын. Сөздің шынығын айтсақ, енді біздің болашағымыз шешілгелі тұр. Менің де жасым біразға келіп қалды. Жас бала емеспін. Үйленуім керек. Сен енді бой жете бастаған қызсың. Жаңа ортада жаңа адамдар болатын сөзсіз. Сенің көңілің өзгеге бұрылып кете ме деп қорқамын. Мен уақыт созып жүргім келмейді. Маған тұрмысқа шығасың ба? Өзім оқытамын. Арманыңа бірге жетеміз. Тек қасымда болсаң болғаны. Іштей дәл осы сәтті күткенмен қорқынышым жеңіп кетті. Не істеймін? Бауырларым ше? Әкем аман ғой деп қоямын өзімше. Оқуың ше? Оқытамын деп тұр.
Арман мақсаттарың ше? Бірге жетеміз деп уәде беріп тұр. Қазір ештеңе айта алмаймын. Ойлануға уақыт берерсің. Ой, таразысына салып көрейін. Асықтырмаймын. Тек жоқ деген жауапты айтпасаң болды деп, жай ғана жымиды. Сол күннен бастап күн ұйқым 4 бөлінді. Іштей қалап тұрған мен қорқынышым басымырақ. Жастығымды қор қыламын ба деп те қорқамын. Бірақ қор болмаған несі қалды? Осы күнге дейінгі шешемнің қарғыстары мойнымда тұр. Теріс ойымды басып тұрар ішімде бір күш бар. Жақсы жігіт, ниеті түзу, жұмысы бар. Осы ойлармен алысып жатып, ұйықтап кетіппін. Таң ата шешемнің қатты даусынан селк ете ояндым. Таңға дейін әрі аунап, бері аунап, көзім енді іліне бергені сол еді. Шешемнің айғайынан атып тұрдым. Сенің күнде айғайлап оятқаныңға етің үйренген ау деймін осы. Езіліп жата бермей тұрсыш. Түнімен телефонға телміріп, ана бейшара жігіт қашан жазар екен деп отырасың ау осы сен қыз. Жинастыр үйді. Түске таман кемпір шал келеді. Кемпір шал дегені әкемнің ата-анасы. Олар да қартайған шағында ел кезгенше отырмайды үйде. Шешемнің айқайы дәл бүгін жаныма қатты батқан жоқ. Мүмкін кешегі Рахымның сөздері ғана тұр ма ойымда. Әйтеуір қатты алаңдап, жылап сықтай қоймадым. Енді түскі тамақты дайындап болғаным сол еді, ата әжемді келіп жетті. Біраз уақыттан бізді көрмеген соң сағынып, көзін жасын төгіп жылап алды. Әкем екінші рет үйленгелі бұл үйге келуді қойды. Бұрын анам барда олар жылда келіп, түрлі сыйлықтармен бізді қуанттырып қоятын. Сол кездері есіме алып, жанымның жаралғанын, тағдырымыздың тас талқан болғанын түсіндім. Ата әжемнің тамақтарын беріп, әкемнің ағасының үйіне шығарып салдық. Бұрындары апталап қонатын ата әжемнің кетуге асыққаны сол мінезсіз шешемнің қылықтары үшін. Келер келместен, қартайғанда ел кезіп жүргенше үйде жатпадыңыздар ма? Жолда аяқасты бірдеңе болса, сізге де бізге де абырой әкелмейсіздер ғой деп дүрсе қоя берді. Қанша кәрі кісілер болғанмен абыройды биік қоятын жандар. Бұл сөзді ести сала кетеміз деумен болды. Біздің қиылып қалыңыздаршы дегенімізге ғана тамаққа қараған жаймай бар. Мен де Рахымның жанына барам ғой деген ой бар. Әлде шынымен ата әжемнің жағдайы үшін шешемнен көңілім қалды ма білмеймін. Алғаш рет шешеме қарсы шықтым. Жасы біразға келген кісілерге келер келместен не айтып отырсыз? Ұялмайсыз ба? Сіз үшін келіп отырған жоқ, біз үшін келіп отырған адамдар. Ойбай, тілің шығайын депті ғой. Сөйлесіп жүрген еркегің күш беріп жүр ма? Құдай білсін не былықтырып жүргеніңді. Әй деп, тәртіпке салатын шешеде жоқ қой. Қарағасқай. Осындай арсыздығыңызбен күйеуіңіздің басын жалмағын шаршыз деп үйден шығып кеттім. Шыға сала Рахымға қоңырау шалып. Рахым, кешегінің жауабын қазір айтсам, ойланды. Шешім қабылдадым. Қазір қайдасың? Жауабыңның қандай болатынын білмеймін, бірақ жақсысын да жаманын да өзіңді көзбе-көз көріп естігім келеді. Алғаш кездескен жерде қазір барамын, күте тұршы жарай ма? Рахым екеуміз алғаш кездескен жеріміз паркте кездестік. Менің оған тұрмысқа шығуға келісімімді айттым. Болашақтағы өмірімді сол жанға табыстадым. Ішімде қорқынышта, қуанышта қатар тұр. Кейде өзімді шешемнің қылықтарынан қашып бара жатқандай сезіндім. Мүмкін ойсыздығымнан қабылданған шешім болар. Мектеп бітіруіме 1 ай уақыт қалды. 1 ай, 1 жылға татығандай болды. Өзімнің тұрмыс құратынымды іштей сезіп жүргендіктен бауырларымды қимайтынмын. Соңғы уақытта әкеммен бауырларымның жанынан шықпайтын болдым. Аз ғана уақыт болса да мауқымды басып алу еді ойым. Рахымның отбасыға тойға дайындалып бастап кетті. Мен үнсіздікпен уақыттың өтуін ғана күттім. Түн жақсына да, жаманды да ойлауға апаратын уақыт емес пе? Түн бата салысымен жастығым көз жасымнан ызғарлана бастайтын. Әкеме ашылып, сырымды айта алмайтындығым, анамның жоқтығы, анаммен ұзату тойыма дайындалып мәре-сәре болатын сәттерінің болмайтын білсем де, бос қиялға иланып кететін таңғаламын.
Рахымның дәл осындай кезеңдерде уақыттың өтпей қоятынын естіп жүріп, бір айды да өткізіп жібердік. Мектеп бітіру кешінен соң өзімнің рұқсатыммен Рахым алып қашты. Отбасы дайындалып күтіп отыр екен. Үйдің табалдырығын қалтырап тұрған оң аяғымен әзер аттадым. Басыма орамал салса да, өзімнің дұрыс не бұрыс жасағамды түсінбей отырмын. Рахымның отбасы қазақтың салт дәстүрін, мәдениетін жақсы ұстаған кісілер. Әке шешемнің үйіне хабаршы жібердік. Отбасыма жағдайымды жеткізіп келді. Көп ұзамай сырттан қуғыншылар келді деген хабар естілді. Мұндай жерге әкемнің келмейтінін білем, бірақ іштей сол кісіге сатқындық жасап кеткендей болдым. Шешем менің орамал астында отырғанымды көріп, қыз келісіп отырса, біз не айта аламыз? Екі жас бірін-бірі танып білсе, біздің қарсылығымыз жоқ деп үн қатты. Шешем де, мен де бір-бірімізден құтылғанымызға риза болып тұрмыз. Барлығы үнсіздікпен тағатсана шешемнің соңғы сөзін күтіп отыр. Шешем үйдің ішіне көз жүгірте қарап шығып, кетемін деген қыздың жолын байламаймын. Рұқсатымызды бердік, бірақ қазақшылыққа тән жөн жоралғыларын бәрін жасайсыздар. Қалың малы, сүт ақысы, тағы алыс берісті жақсы жасайсыздар. Жұрттың көретін көзі айтатын сөз бар дегендей деп сөзін аяқтады. Сол жердегі үлкен кісілер де, Құдағай, сұрағаныңызды береміз, көңіліңізді тоқ қыламыз, уайымдамаңыз деп шешем мен жеңгемді шығарып салды. Рахымның отбасы той күнін белгілеп, тойға дайындықты бастап кеттік. Тойға соңғы үлгідегі көйлек, бетіме жағылған бояулар, құшағыма толған гүлдер, бақыттың бәрі осы нәрсе деп ойладым. Той аяқталған күннен ақ ертегідей өмір аяқталғандай болды. Шешемнің үйіндегідей өмір еш айырмашылық жоқ, тек адамдары басқа. Рахымның анасы менің шешем секілді. Бір адамнан қашып, екіншісіне тап болдым. Таң атар атпастан бөлменің есігін қағылуы, әрбір істеген ісімнен кекшілік табуы, үйден бір қадам аттап сыртқа шығармауы мені қатты қинап жіберді. Қандай қиынды жеңілді көріністердің ортасына түссем де, Рахымның қолдауы мен қорғауымен ғана бұл отбасында жүрмін. Енемнің маған ешқашан көңілі толған емес. Екі ортада Рахым шыр-пыр болып жүретін. Әдеттегідей түскі астың қамына кірісіп, үлкен кісілерді дастархан басына шақырып, тамақтарын ұсындым. Енемнің күнделікті тамаққа мән айтып отыратын қалыпты. Өзімді үйреніп кеткен болатынмын, бірақ сол күнгі жағдайлар шаршатып жіберген болатын. Шешемнің үйде тұз қалды ма? Бескінге салатын тұзды салып жібердің бе әлде? Күйеуге асықтырғанша тамақ дайындап үйретпеді ме екен шешең деп, дастархан басында сөз тастырып қалдық. Мен де шыдамның шегіне жеттім деп ойлаптым сол кезде. Соңғы жауабымыз, ұнамаса өзіңіз дайындаңыз деп сөзімді аяқтадым. Енемде қырсық мінезімен Рахымның да жанында отырып, мынаны қайдан таптың, сүмірейтіп. Адам осынша жасқа келіп, тапқан адамын қарашы. Оқымағанды әрбір ұрыс кезінде сөз етуді бастады. Тоқтаусыз айлар, апталар, күндер, сағаттар өтіп жатты. Кезінде оқытамын, бірге дамимыз деген Рахым аяқ асты жұмыстан қысқартылып қалды. Маңдайыма жазған қиындықтардың бәрін жай ғана сынақ деп қабылдадым. Көп ұзамай аяғым ауыр екенін білдім. Өзімді тастадым. Болашақта жақсылықтың болатынын күндерім үздім. Сындым, сыналдым. Өзімді өзім қолға ала алмай жүрген сәттерімде шешем дүниеге бала әкелмей тұрып, артымнан жүгімді әкелетіндерін айтты. Рахымның отбасымен құдалықтың күнін белгілеп, әкем мен шешем артымнан төсек жайымды әкелген болатын. Өгей-өгейлігін жасайтын анық қой. Рахымның отбасынан қылқылдап сонша ақшаны алса да, жартып жүк әкелмеген болатын. Әкем ондай нәрселерден бейхабар адам. Құдалық тойды аяқтап, төсек жайды орналастырып керек болған, енемнің көмегін сұрап барып еді. Артынан келген 2-3 көрпешені жинауға не көмек сұрайсың? Сонша ақшаны алып, әкелі заттарын көрсең ұяласың. Мен жақсы елдің көзінше ұяттан жерге кіріп кетейін дедім. Неге олай айтасыз? Сіз білесіз ғой шешемнің өгей екенін.
Өгейдің өгейлігін жасайтын сіз де жақсы білесіз ғой. Маған байлық та дүниеде қажет емес, қамқорлық болса жеткілікті деп көз жасымды тыя алмай қалдым. Қанша оқытпады, дәрежемді биік қоймады десем де, тек өмірде Рахымның қамқорлығын ғана көретінмін. Енем де жасы біразға келген кісі болған соң, жыладың не, құладың не, өзінікін дұрыс деп қабылдайтыны бар. Жылаған сәтте, құлаған сәтте, бірақ ауыз сөзі бар. Ішіңдегі ренішке, кекке айналдырып жіберетін. Өтір көз жасыңды көрсетпе осы. Көзіңнен жас, ақпақ түгілі басқа нәрсе ақса да маған бәрібір. Мен де талай азапты көрген адамын, өлген жоқпын деп жүрегіне тұз себетін. 9 ай, 9 күн дегенде дүниеге қыз әкелдім. Рахым жер көкке сыймай жүрегі алып ұшып мәз болып жүр. Ауруханада баланың денсаулығы жақсы болған соң, ұзақ жатқызбай шығарып жіберді. Үйге шығып, Рахым анасына мәз болып қызын көкке көтеріп көрсетіп жатыр. Сондағы ойы маған деген, немересіне жолығын көрсетер деген ой ғой. Бәрі біз қалағандай болар берсе өмір қызықты болар ма еді. Қызымды көрген әжесі, басынан бейнеті кетпейтін қыз, аман болсын әйтеуір, келесіде ұлту енді деп дүрсіп қоя берді. Дүниеге сәби әкелген соң енемнің балаға деген сезімі ашылып, өміріміз жақсы арнаға бұрар деп ойлайтынмын. Бірақ менің өмір жолым жеңіл бола қойған жоқ. Армандарымның бәрінен бас тартып, болашақта барлығына бірге жетеміз деген ойымның соңы, үйде отырған, оқымаған, баламен байланған ана атадым. Үйде отырған әйел сырттың тіршілігінен бейхабар. Өзінің қолынан еш нәрсе келмейтін, өзгенің сөзіне, көңіліне жалтақтап қалатыны бар. Тұйық мінезім тіпті жан адамға сөз айта алмайтындай тұйықталып кетті. Арада біраз уақыт өтті. Санам уланды. Рахымның оқуды кейінде оқисың, жұмысты не қажеті бар? Балаға кім қарайды? Үйде отырсың ғой, киім не үшін қажет деп, неге үнемі қопырап жүресің деген сөздері күннен күнге қайталанып жанымды жейтін шығарды. Енем де жұмыс жасауға денсаулығы жарамайтын кісі. Екі қошқардың басы бір қазанға сыймайды деген сөз бар емес пе еді? Сөзіміз де, ісіміз де бір-бірімізге қарсы болып қалатын. Менің күндерім сәнсіз, сұрықсыз күйге айналғалы қашан. Рахымның көше кезіп кететін күндері жаныма жара салатын. Түн, ұйқым азайып ойымды, санамды бір ғана нәрсе болып тастады. Тек жалғыз қалсам, асыл бөлуге құштар болып тұратын болдым. Іштей оның өзім мен қызыма ғана зиянымды тигізетінін білсем де, қолым бөлмеде жасынып жүрген жіпке қарай жүретін шығарды. Күндіз күлкімнен, түнде ұйқымнан айырылдым. Өзімді жеп, өкініштен өзегім өртенетін. Уақыттың жүректігі соншалықты, бұл уақыттарда қызымның тілі шығып, аяқ басып жүрген кездері. Қанша жерден өзіме қол салып, асылып өлуге әрекет жасасам да, қызымның сөздері кедергі жасап қалатын. Күндізгі уақыт, үйдегі ер адамдар жұмыс деп таң ата кетіп, кеш батқанда келетіні бар. Сол күні ене де той мерекесіне кетті. Үйде жалғыз қалсаң, өзіңмен, ойыңмен, санаңмен бетпе-бет кездесесің. Тұрмыс құрып не таптың? Бақыттысың ба? Қиналғанда қасыңда кім бар? Рахым деп көкке көтеріп жүрген адамың қайда? Қолыңнан не келіп жатыр? Санамды улаған сұрақтардың жауабын таба алмай, жіпті қолыма ұстап отырмын. Жауап жоқ. Өмір сүруге ынта, жігер жоқ. Өлуге шешім қабылдадым. Сыртта жүрген кішкентай періштеме көзім түсіп, қолымдағы жіпті тағы да тастап жіберіп, солқылдап жылай бердім. Сені кімге сеніп тастап кетемін? Мен өмірден кетсем, сен де менің өмірімді басынан өткізерсің мекенсің, ай жаным. Сол күні өлуге қолым бармай, қызымның себебімен аман қалған болатынмын. Уақыт өте жағдайым нашарлай түсті. Түнде ұйқыдан айырылдым. Тыныш ұйықтай алмайтын жағдайға жеттім. Кеш батып, үйдегілердің кешкі асын беріп қызыммен бөлмеге ұйықтауға кеттік. Ұйықтап жатып түсімде, әлде önünde мекен, ештеңені миым қабылдамай жатыр. Бірақ та әлі күнге дейін сол күн есімде. Өзгенің тамағынан келіп,
қылғандарды даусымның шықпай жатыр екен. Ешкім айғайымды естімейтіндей. Ол кезде жас болғанымның әсерінен кәлима айту дегенді мүлдем білмейтін. Тек тілім бисмиллах сөзін келгенде ғана өзімді жеңіл сезіндім. Даусының шықпаған қызымның тырп етпей ұйықтап жатқанын білдім. Дәл осы кезде тұра сала бөлмеде жасырылған жіпке қарай тағы ұмтылдым. Неге бұлай? Неге тек мен қиналуым керек? Мына қызды кімге қалдырамын деп. Осындай сұрақтар тағы қолымдағы жіпті тастауға себеп болды. Аурумын ба? Қорқыныштан ба? Есім ауысып кетті ме? Неге тек жіпке жабыса беремін? Миымда айналшақтап жүрген осы сұрақ. Менің сенген, қамқор, адал, болашақта бірге дамимыз деген рахым түнімен менің емес, өзгенің жанынан табылды. Қамқорлықты өзгеге көрсетіп жүр. Кінәні кімнен іздеймін? Рахымнан ба? Бүгінгі жағдайымның нашарлығы, кешегі рахымның жалған сөздерін кесірі. Түнімен ұйқысы, күндерімді енеме айтпасам да, рахымға біліп жүрсінші деп ескерткенім сол еді. Түу қойшы, басталды бітпейтін жыры. Сенің есің ауысқан, түнде қалай ұйықтайсың? Күні бойы ұйқыңды қандырып алсаң, үнемі үйдің шаруасын анам жасап жүреді. Қашан келсем де бірде ұйықтап жатасың, бірде ештеңеге үлгермей қопырап жүресің. Өзіңе қарамайтыныңды айтпай-ақ қояйын. Өзің үстің май сасып, ұйықтай саласың, қарашы. Неге олай дейсің? Менің жағдайымды өзіңде көріп жүрсің ғой. Менің сенің сөздеріңе сеніп, сенмен бақытты боламын деп бәрін тастап келдім. Сен маған не істедің, айтшы? Сен мен үшін емес, ана үйдегі шешеңнен қашып осында келдің. Осы сөзді естуге де жеткізді. Бұл жерден қашып кеткенде қайда барамын? Менде екі ғана таңдау қалды. Бірі бәріне көніп қалу, екінші өзіме қол жұмсау. Маған жақсылық әкелмейтін екі оттың ортасында қалдым. Кішкентай өмір сүруге құштар, болашағынан үміті зор періштем үшін барлық нәрсеге көнуге тура келді. Өзімді жегідей жей бастадым. Не үшін енемнің бір ауыз сөздері үшін, күйеуімнің жүрістері үшін мен және қызым зардап шегу қажет деп. Бірақ қанша жерден енемнің, күйеуімнің сөздеріне, қылықтарына шыдаған мен түндегі ұйқымнан қорқатын болдым. Түн болмауын Алладан тілейтінмін. Түндегі не бір нәрселермен жағаласып жүріп, арада бір ай уақыт өтіпті. Таңертеңгі уақыт. Үйдің азық түлігін алуға үнемі енеммен жолдасым ғана баратын. Келін болғалы алғаш үйдің шаруасымен сыртқа шығуым. Мүмкін Алланың маған берген мүмкіндігі. Сол күні енем босамайтын айтып, кешке үйге қонақтар болатынын ескертіп, азық түлікті мен алуым қажет болды. Керекті заттарымды алып, көлік шақырып күтіп отырмын. Бір дүкеннің жанынан барып тұрдым. Дүкен ішінде бір керемет музыка шығып жатыр, құлаққа жағымды. Ол үнді тыңдағанда өзімді алғаш жайлы, жүрегім тыныш, ойым, санам, бәрі басқаша күйгенді. Шақырған көлігім келіп, үйге қайтуға тура келді. Көп уақыт емес, 5 минуттың өзінде ол үн жаныма тыныштық сыйлады. Кеш қарая қонақтарды күтіп, сый құрметімізді көрсетіп шығарып салдық. Үйді жинастырып, алғаш рет түнде ұйықтауға асықтым. Түн тыныш, жүрегім тыныш, қызым, жолдасым қасымда. Аузымнан бұрын соңды айтылмаған шүкір сөзімен бүгін түнде үн қаттым. 3 ай уақыттан соң алғаш тыныш ұйықтаған түннен тағы шүкіршілікпен ояндым. Бірақ бұл күн ұзаққа созылмады. 3 күн ғана тыныштық тапқан жүрегім қайта мазасыз, махаббатсыз, шүкірсіз күйге түсті. Әлгі әуенді тыңдау үшін, қандай құдіреті бар екенін білу үшін, қайта сол күнгі дүкеннің жанына тағы бардым. Бірақ бүгін мүлдем басқа әуен. Ішке басымды сұға сала іштегі әйел кісіні көріп, аяғымды есіктен аттап әрі қарай басып. Ол кездері орамалды толық бүргеп тағатын жандар өте сирек кездесетін. Оның үстінде сауатымыздың сарандығынан ба әлде үйдегілердің миымызға құйып тастаған ба әйтеуір орамалды, сақалды кісілердің жанына жолауға батылымыз бара қоймайтын. Бірақ сол әуеннің үннен кейін жүрегімнің тыныштық орнаған үшін батылдық жасап, дүкен ішіне қайта бас сұқтым. Дүкен ішіне кіріп, бейтаныс оранған әйелден көмек қажет екен айттым. Саламатсыз ба? Сұрағым бар еді. Саламатсыз ба? Иә, сізге қандай көмек көрсете аламын? Мен өткенде деп әңгімемді бастадым.
Дүкен сыртында тұрып ын естігенімде, сол үннен кейін ұйқымның ең бастысы жүрегіме тыныштық орнаған айттым. Сөзімді жалғастырып, бірақ қазір бұрынғы күйіме қайта түстім деп, болған жағдайды түсіндіргендей болдым. Ол кісі де байыппен сөзін бастады. Сіздің нақты қандай үн естігіңізді білмеймін, бірақ біздің дүкеніміз мұсылмандық тауарлар сататын болғандықтан, дүкенде тек Құран сүрелері ғана қойылады. Егер жүрегіңізге иман, тыныштық орнаған қаласаңыз, Фатиха сүресін тыңдаңызшы деп сүрені қойған болатын. Дәл сол күнгі үн, жаным, тәнім, жүрегім, санам, иманым бәрі қайта тірілді. Сырт көзге де бұл тыныштық күйімді білдіртпеуі мүмкін емес. Орамалды кісі. Қайыры ең көп болған сүре Фатиха, барлық дертке дауа. Фатиха мен аят-әл күрсиді оқыған адамға сол күні жын мен шайтан зиян тигізе алмайды, көз тимейді. Жаныңызға, жүрегіңізге тыныштық, санаңызға саптаулы ой, жүректе иман болған қаласаңыз, көбірек салауат айтуға тырысыңыз. Құран сүрелерді көбірек тыңдаңыз. Мүмкін емес нәрсе жоқ, білесіз ба? Жаратқанды күлдірткің келсе, оған жоспарларыңды айт деген сөздер бар. Өйткені Алланың жоспарлары сенікіне қарағанда мықтырақ. 18 мың ғаламда жаратқан Аллаға сіздің бір ауыз тілегіңіз не бопты? Алладан сұрай беріңіз, және беретіне сенсеңіз болды деп сөзін аяқтады. Жақсымен бірге өткізілген жарты сағат жаманның өтіп кеткен өміріндей деген сөз болушы еді. Өмірімді түбегейлі өзгертуге мүмкіндік берген сөздер. Әу баста үркектеп қашқан орамалды жан, жаныма жоллық, жүрегіме имандылыққа жол ашты. Ол кісі алғысымды айтып, алдағы уақытта келетінімді айтып, қажетті заттарымды алып дүкеннен шықтым. Бұрын соңды сүрені, дұғаны, салауатты білмейтін тілім, үйге барғанша салауат айтудан босамады. Әрбір күн, сағат, минут сайын тілімде сүрелер мен дұғалар ғана бар. Жүрегіме тыныштық орнап, өмірге жаңа келген адамдаймын. Жүрегі таза, ойында тек жақсы ойлар, сөзі түзу адамның қатарына қосылдым. Көп уақыт өтпестен өмірімде таңғажайып оқиғалар орын алды. Жолдасымның жұмысы тұрақталып, өзгенің жанында емес, менің жанымнан табылып, қолдау көрсеткен сәттерге өзім куәгермін. Жолдасымнан кейінгі үйдің кенжесі көп ұзамай үйленіп, дөбірлетіп той жасадық. Бұл күндері жанашырлық танытып, адал ниетпен жасаған қызметім үшін алғысын айтып, батасын беріп, еншімізді беріп бөлек шығарды. Жас отбасы болып, қиындығын да, қуанышын да бірге көріп, біраз жетістікке жеттік. Ең басты жетістігіміз Алланың берген екінші перзенті. Оның үстіне жолдасымның қолдауымен өзім қалаған мамандықты оқып, сауықтыру массаж орталығын ашып, жұмысымды дөңгелетіп кеттім. Бұл сәттерден кейінгі отбасымыз үшін біраз жеңістер мен жетістіктер болып жатты. Бұрынғы, қазіргі, болашақ ұрпақтарымның жеңісі сол кезде жасаған салауаттарым мен құлшылықтарым деп ой түйдім. Қиналдым деп, жанын қажап жүрген жан, ешқашан үмітіңді үзбе. Алладан сұра, және оған еш мүлтіксіз сен. Әңгіменің соңғы, әңгіме көңіліңізден шықты ма? Пікір қалдыра кетсеңіздер.